Маңғыстау Ақтөбе пойызындағы өртке қатысты теміржолшыға үкім шығарылды. Еске салайық, былтыр желтоқсан айында аталған пойыздың жүк вагонында газ баллоны жарылып, өрт шықты. Салдарынан 4 адам зардап шегіп, бір жолсерік көз жұмды. Айыпталушының өз кезекшілігінде әріптестерімен бірге вагон ішінде газ баллонына жалғанған пеште ас әзірлегені анықталды. Вагонның өртенуіне еңбек қауіпсіздігін сақтамауы себеп болған. Ол сотта өз кінәсін толық мойындап, жәбірленушілерден кешірім сұраған. Сондай-ақ бас бостандығынан айырылмайтын жеңіл жаза тағайындауды өтінген. Алайда сот оған 2 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Бейнеу аудандық сотының үкімімен аталған азамат Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 292 бабының 2 бөлігімен және 156 бабының 2 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған 2 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы және темір жол саласы мен почта қызметімен айналысу құқығынан 2 жыл мерзімге айырумен бірге 100 сағатқа қоғамдық жұмыстарға тарту жазасы тағайындалды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.